Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, өте жұмсақ, өте нәзік, тәтті болып шығатын сүзбелі бәлішті бірге дайындайтын боламыз. Көбінесе бұл рецептпен сүзбелі чизкейкті дайындайды. Алайда мен бәлішке ұқсаттым. Дәмі сондай ерекше. Осы видеоны қарап отырсаңыздар, өте нәзік болған көрініп тұр, және де 2-3 сағатқа осын суық болған соң жіберу керек болатын. Алайда мен 1 сағатқа жетер-жетпес уақытта алып дәмін жеп көрдім. Өте дәмді болып шыққан. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әдетте маған осы сүзбелі бәліштер қатты ұнай бермейтін. Осы жолғысы сондай тәтті болып шықты да маған ұнады. Егер де рецепті мөлшерін білмесеңіздер, описанияда қалдырып кетемін. Мында 250-300 граммдай ұн, 150 грамм қаймақ, 150 грамм сүзбе, 150 грамм сары май және де 1 жұмыртқа мен 200 грамм, 250 граммдай қант. Қантты өз мөлшеріне дейін немесе осы дәміне қарай қоссаңыздар болады. Ең алдымен ұнмен осы ұнды салып аламыз табақшаға. Одан кейін барып сары майды үккіштен ұнға аунату арқылы өткізіп отырамыз. Сары майдың температурасы мұздатқыштан шыққан болу керек. Сонда ол үккішке жабыспай жақсы болып үгітіледі. Біркелкі болғанша қолымызбен уқалап мыжамыз. Яғни уқалап осындай біркелкі болғанша үгітеміз. Барлығының температурасы маңызды емес. Бөлме температурасында болса да немесе тоңазытқыштан алсаңыздар да бола береді. Содан соң менің алтын оқырмандарым, төбеде осы яғни видеоның жоғарғы жағында біздің инста парақшамыз бар. Онда мен жеңіл-желпі рецепттермен бөлісетін боламын. Сол парақшаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып, комментарийге өздеріңіздің чизкейктеріңіз қандай болғанын айтып кетіңіздер. Міне видеодағыдай 100 грамм қантты және де 1 жұмыртқаны қосып қамыр илеп шығамыз кәдімгідей. Содан соң бұны 1 сағат немесе 40 минуттың көлемінде тоңазытқышқа бетін жауып жіберетін боламыз. Ол уақытта біз осы салмасын дайындаймыз. Оған сүзбе, қаймақ, қант үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Кәдімгідей сұйық болғанша араластыру міндетті. Одан кейін менде 22 диаметрлі таба, осыған мен қамырымды жақсылап жаямын да, вилкамен, яғни шаншқын көмегімен өрнектеп шығамын. Содан соң, достар, өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ежевика немесе осындай малина сияқты жеміс-жидектерді қосу арқылы өте дәмді қылып жасасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша, барлығын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар тіпті керемет болып шығады. Жақсылап араластырамыз. 2 минут, 3 минуттың көлемінде. Міне менде 40 минут тұрған қамырымыз дайын болды. Жаңа айтып өткенімдей 22 сантиметрлік табаға жақсылап жайып шығамын. Менде осы қалған қамырдан мен кәдімгі печеньелар немесе рулетке арналған осындай рулетиктер немесе тағы да басқа нәрселерді жасай берсеңіздер болады. Осы тестомен. Бұл тесто песочное тесто, өте жұмсақ, сондай қытырлақ болып шығады бұл тесто. Міне менде дайын болды. Енді осыны әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пештеріңіздің градусына байланысты пісіресіздер. Мен 180 градуста 35-40 минут пісіріп алдым. Ал қалған қамырдан мен печенье жасайтын боламын. Кәдімгі стаканның көмегімен домалақ-домалақ етіп бөлшектерге бөліп алып, табаға қойып пісіре бересіздер печеньені. Онда тұрған ештеңе жоқ. Есесіне дәмі ерекше болып шығады. Міне осыны ең алдымен артылған қамырымызды тоңазытқышқа салып алуымыз керек. Сонда ғана ол өзінің формасын ұстауына, қытырлақ болып шығуына көмектесетін болады. Міне менде пісті, дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Беті осындай суланып бастайды. Сол кезде суытып барып тоңазытқышқа салып қоясыздар. Қытырлақ болып, керемет болып шыққан. Мен жаңа ағаш таяқша тыққан жеріне осындай бөлініп қалыпты. Соның дәмін көрдім. Өте қытырлақ, сондай керемет болып шыққан. Ең алдымен осыны тоңазытқышта 2-3 сағат ұстау міндетті. Себебі өз формасын ұстап жақсы болып тұруы керек. Сіздермен болған Әсел Алшуыразқызы тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
рецепт кәделеріңізге жарасын, ас болсын.